Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Астана қаласындағы сумен жабдықтау нысандарын аралады. Жаңа сорғы сүзгі станциясының құрылысын тексеріп, Астана су қоймасындағы бірінші және екінші су сорғы станциясының жай-күйімен танысты. Сонымен қатар министр бас шаһардағы тұрғын үй коммуналды инфрақұрылымның тағы бірнеше нысанына аялдап, алдағы жылу беру маусымына дайындықты пысықтады. Елорда бойынша ұйымдастырылған іс-сапар аясында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев нөсерлі суға арналған кәріз тазарту жүйесінің құрылыс барысымен танысты. Сондай-ақ министр кәріз тазарту станциясының құрылыс жұмыстарының қарқынын тексерді.